Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен чесночные гренки, яғни сарымсақты гренки рецептісімен бөлісетін боламын. Подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен нанымызды ұзынша төртбұрышты етіп турап аламыз. Нанымызды турап болғаннан кейін табамызды газге қойып, сұйық майымызды құйып, ішіне бір сарымсағымызды салып, қызарғанша қуырамыз. Сарымсағымыз осылай қызарғаннан кейін қасықтың көмегімен барлығын жинап алып тастаймыз. Сосын табамызға нанымызды салып, екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Нанымыздың бәрін қуырып, суытып алғаннан кейін осылай пакетімізге саламыз. Сосын сарымсағымызды чеснокотовкадан өткізіп, нанымыздың үстіне саламыз. Пакетімізді байлап, нанымызды жақсылап араластырамыз. Сосын 1 сағатқа сарымсағы жақсы сіңу үшін пакеттің ішінде қалдырамыз. Енді соусымызды дайындап аламыз. 2 тұздалған қиярымызды үккіштен өткізіп аламыз. Сосын үстіне майонезімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Сонымен соусымыз дайын. Осы соуспен нанды жесеңіздер өте дәмді, керемет болады. Міне осымен біздің сарымсақты, яғни чесночные гренкиміз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет шығады. Осы соуспен жасасаңыздар, қайта жей бергілеріңіз келеді. Барлықтарыңызға ас болсын.